Ей! Еба себе мен комнатамда документтерім тұрады ғой, қалай жарып тастадың сен оны? Кәні, еба! Қайқа қойып өтін? Мына шетке? Шкафқа? Еба, Айшуақ. Мен дым кінәм жоқ. Сен өзің жарып тастадың мен комнатамды, шыдамай. Ана компьютерде отыра беріп, наделім шығып кетті. YouTube хауста Айшуақ бар еді. Айшуақ не істеп жатыр екен астында? Ана комнатам сасып кетті. Маған осы жуыну керек ау, әлі де болса ше. Так, астына түсейін. Бүгін Ешат қалаға кетіп қалды, Ешат жоқ. YouTube хауста бүгін Айшуақ екеуміз ғана десе өшім. Мыналарда жоқ, ешкім YouTube хауста мәй пустой оқпаған, бір түрлі екен ше. Айшуақ таңнан бері бір нәрсені былықтырып, бір нәрсе істеп жатыр гаражда әйтеуір. Так, не бар мына жақта жейтін? Оппано, еу. А жоқ, бош қаяқта? Бош жоқ ана жерде. Мен көтеріліп кетті балдар, базар жоқ. Айшуақ, ана жақта не істеп жатыр? Сыртынан қарайшы. Ана жақта бір машинасын жөндеп жатыр ма? Бір нәрсе қылып жатыр ау деймін анау. Хей, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен Ринат. Чотам, қалайсыңдар достар? Алдында Делиннің видеосын көргендер болса, достар, мен YouTube хаусқа қайтадан оралған болатынмын. Менің комнатам міне, жаңа видеоның басына көрсетіп кеттім, достар. Достар, короче, менде қазір данный момент бір мықты бір идея болып тұр. Короче, аяқтан Айшуақ достар бізде машинасын реттеп жатыр. И YouTube хауста Айшуақ екеуміз ғана достар. И мен бүгін Айшуақтың нервына тиетін сияқтым достар. В общем, сондай бір идея туып тұр. Кеттік онда, бастай берейік. Ема Айшуақтың Поршын қараңдар достар. Яқта Делиннің машинасы рабочий. Айшуақ не істеп отырсың? Ема. Мынау не? Қашып тұр. Сәлін тюнинг өтейін деген ма? Ауыстарып сосын двигателін. Қаншаға алдың мына машинаны? Опа. Кас. Еба, мынау ауыр ма? Шілей, кішкентай машинаны көтере алмай. Не болды? Еба, мощный жүріп тұр ғой мынау, Потолок, кән? Айдап көрейін? Байқа, байлау айда. Алдында право алдым ғой мен, білесің ғой? Еба, база жоқ, Ей! Айшуақ, қадалып қалдым, көмектес! Шығарамай атырмын, өйбей. Түші. Еба, не бол... Ема. Майстердің одан. Боқтама! Айшуақ, әдестеген жоқпын, өш? Емана, бәрін қанша қалғансың, ема, потолок қой мұның. Мощный жүріп қояды кен бірақ, Айшуақ мұның жүрмей қалды ғой? Артынан түтін шығып жатыр, Айшуақ. Айбай, бәсе? Артынан түтін шығып қалды ғой мұның, Мұның онша емес сияқты ғой сен? Двигатель. Бағанаған ауыстырдың ғой Ринат, двигатель. Өбей, өкініштен Айшуақ өзім істеп берейінші болмаса. Так. Мал. Тоқта. Қойып берем. Қоям. Осы ғой, бәзі? Мен қатысым жоқ, мен қатысым жоқ, Айшуақ. Ана машинаң. Ана үстіне гранатаң тұр ғой. Айбай! Сен машинаң жарылып кеткен жоқ ба? Жоқ, тұр екен. Ойнап айтып жатырмын, ұрып жібермеші. Мін, тұр. Артынан түтін шығатыр. Точно видео түсірейін деп жатсың ба? Тестировать етіп жатырмын олар. Айшуақ, онда мен сен компьютермен видео түсірейінші. Мен компьютерім әлі, білесің ғой анау? Давай. Система блогын әлі дұрыс деген жоқпын, давай. Ема, достар, не істеп жүрмін мен түсінбей қалдым оны. Граната андай, ослебный граната емес па не, аппақ қылып жіберетін. Мен бір басқаша қылбайын деп едім, жарылып кетті оның. Так, достар, Айшуақтың комнатасы бізде анау, Айшуақтың комнатасына кірейік. Айшуақтың комнатасына қазір... Достар, жаңа мен таң азаңмен, в общем, Айшуақтың компьютері істемейтіндей қылып тастадым, короче, қараңдар. Мына бізде достар серий қоссаң, серий болып тұр, короче. Енді осыны қазір Айшуақ көрсе, достар, жыбы сөйлейді маған. Өйткені достар, бұл Айшуақтың компьютері, достар, бір 3-4 миллион теңге тұрады. Қараңдар, достар, мен вообще бұны қара, ештеңе процессор система бұл ештеңе қосылмайды, достар. Енді қазір соған баратын боламыз. Енді Айшуаққа қайтадан барайық. Айшуақ пока дұрыстап жынанған жоқ, достар. Мен оны бүгін жылатып, бір кәдімгі жынандыратын болам, достар. Әлі пландар көп. Алдағы уақытта көре бересіңдер оны. Айшуақ, жаутам, не қылып жердің?
Не болып жатыр? Нормально ма бәрі? осылай қызылға боясам ба екен әлде. Сен қызыл, сен скинің оранжевый ғой. Зачем оны қызылға бойлап? Жоқ, бұл видеоға ғой, тек видеоға. Қашта? Тексеріп. Видеоға ма? Давай. Сол видеоға алдым ана қымбатқа. Так, ал. Еба! Қан мен де айтып көрейін. Айшоқ видео түсірмейміз бүгін. Видео? Иә. Оу, еба базар жоқ. Түсірейік. Абайла сен ана. Сындырып алып жүрме. Эй. Жайт. Не қылдың? Басқа? Чо там? Суға батырып тастадым демеш? Жоқ, ей. Еба, не болды? Айшоқ! Жарылып жатыр машинаң. Еба! Машинаң қайтып қалды. Еба! Айшоқ! Мазгами ана неше уақыт дайындаған білесің ба? Заказ беріп көрдің ғой? Тоқта. Көрдің ғой? шығар анан бар. Жаңағы машинаң қайға кетіп қалды? Жарылып кетті ғой, көрдің ғой? Еба! Жарылып кетті. Еба, анау шарылмайды. Опа, бәсе. Өй! Ема, Айшоқнан машинаңнан түсін шығып жатыр сен, жаңа. Басшы бар ана. Абыле, жүр Айшоқ, сен компьютермен видео түсірші, Айшоқ. Жүрші. Сен компьютер. Айтпашы, сен компьютердің бетіне бір нәрсе шықпаған бағана, жүрші. Жүрші, Айшоқ, ема, жүрші. Ой, күте тұрш. Айшоқ, жүрші, бош, Айшоқ, өтініш, жүрші. Компьютерінде жарылып кетпесің қазір. Жарылмайды, кән не болды? Жүрсей. Сен компьютерінен бағаны бір бәлесі шығып атқан система обнаружен бір бәле деп қорқып кеттің, тескен жоқпын. Білмеймін, обнаружен, сол орысша мен білесің ғой, орысша қақпайтынды бір бәлесі шықты бағаны. Бош, аяғың басшы. Нағара, компьютерін өшіріп қоссам, жанбайды, нағара, монитор. Нағара, неңде жанып тұрған жоқ? Тым жанып тұрған жоқ. Күйіп кетті ма? Тубесет қалатыр мынау. Жоқ, жанып тұрған жоқ менде вообще ше. Қара, менде серый экран болып тұр. Не үшін бұл? Не басып ең, не Ай, короче, Steam'нан, в общем, ойын скачать етейін дегенім ғой. Сөйтіп ақша тұрды да, сосын сайттан скачать ете салып ем. Білмеймін, серый болып қалды ғой. Өзің компьютеріңнен. Өзім компьютерім ба? Ол нормально істеп тұр ол. Жой, неғып менікіне скачать етуім керексің ол? Ай, сен компьютерің 3-4 миллион тұрады ғой? Нормально ғой сен компьютерің. Сені... Екеуміз бірдеу қарсы. Жоқ, менікі 200 теңге тұратын компьютер ғой. Сенікі 3-4 миллион тұрады, кәдімгідей мощный компьютер ғой. Сол үшін секіндей скачать етейін дегенім ғой. Жоқ, не үшін екіне? Енді... Ноутбук тұр ғой, игровой. Айшоқ, ренжімеші енді. Әдес деген жоқ мұсың? 3-4 миллион тұратын компьютер. Не істейді деп ойладым ғой? Не істейін деп жатсың? Айшоқ, ренжімеші, ема. Білесің ғой, мен сені жақсы көремін, Айшоқ. Айшоқ, еба. Ренжіп қалдың ба? Ренжіп қалмаған шығарсың енді шілей? Қуанышты болсам болды. Родной атак сен үшін ғой барлығы білесің ғой, еба. Ойнап айтам. Бағанағы нең не болды сен сонымен? Нем? Нау не? Айшоқ дата бір нәрсе атылайын деп отыр, наңғара. Машина тартайшы. Айшоқ, наңғара. Bir нәрсе жарылды мыяқта. Квадроциклген. Айшоқ, мен ештеңе істеген жоқпын, Айшоқ. Шынымен айтам, ештеңе істеген жоқпын. Қойшы, мен істеп отқан жоқпын, Айшоқ, қой деймін. Еба, аптысамашы. Дүние қойш. Мен қолымда қарса жоқ ештеңе. Зато Поршың бар, красавчик. Қанша, сен де ақша көп қой, білем ғой мен сен. Нағашы, Поршың өзі маған бере саласың қазір, білем ғой мен, әкшіме айтайын. Порш, мен армандап әшін солай алынғам. Айтайын да берсей маған, Айшоқ. Қай айтып баратсың? Жоқ, Порш бар, машинаны жөндетіп қайтайын. Мен, достар, менің бүкіл планым негізі Айшоқтың мына Поршына болып тұрған еді. Өйткені достар, мен қазір Айшоққа ойнап айтам, мен в общем ставка тігіп ұлдамам болып кеттім, достар. Сондай нәрсе в общем жоламаңыздар. Мен типа өтірік айтам. И енді соң Поршын, короче, сат жерін деп, в общем, ол Поршы кетіп қалса, достар, оның шатыры жаман ойнап кетеді ше.
Так, енді достар, оның компьютерін бұздық. Негізі достар, оның жаңа квадроцикл, мотоциклдар достар менің қолымда тұр. Сондықтан достар, видеоның соңында береміз оған қайттан. Ойлап жатыр ол, что ол не істеп қалды деп. Келді ма? Ол келіпті. Айшоқ! Айшоқ, не тамақ ішеміз? Не тамақ ішеміз, Айшоқ? Как аренат примем? Айшоқ, айтсы, Айшоқ. Аха. Айшоқ, алло. Не. Айшоқ тамақ ішікті, ебі. Тамақ ішіктіш. Тұрғымын тамақ, гриль, жеси. Борщ ішкім кеп тұр, адной. Борщ деппіш, Айшоқ. Ондай жасамаймыз бізгіз. Айшоқ, қалай жасамаймыз? Подписчиктер сағынып жатыр ғой, борщ дейік. Бүгін, короче, борщ дейік екеуміз. Тұрғымын. Давай ма? Жоқ па ішінде? Жоқ қой? Жоқ екен ғой. Борщ жоқ ішінде. Ішпеймін мен. Еба. Бітірейінші, жұмысын бітірмедім мен. Деген нәрсенің бәрін бітіріп шығардым. Сен, Айшоқ болмаса бетейік. Жүрш, мен компьютермен жүрш, мен де компьютерім бұзылып қалбетші. Достарын Айшоқты общем үйге кіргізу керек болып тұр. Жоқ, кірсей. Маған еще стрим жасау керек, видео түсіру керек. Менің компьютермен істей бересің, менің компьютерімде 4 миллион тұрады ғой, білесің ғой? Менің компьютерімде жүгірсің. Маған 200 мың деп отырған ғой. Сөйтіп айттың ба? Ойнап айтқан шығарым, жүрсей. Сен менің компьютерімде отыра тұр да, короче, наяқта ше. Не үшін? Мен компьютерімді істеп берші, білмеймін, бір нәрсе шығып жатыр. Отыра тұр, осы жақта, Болды мен кеттім. Так, достар, короче, қазір үйде ешкім жоқ, достар, ұрсатын біздерде, үйде Айшоқтың плотный жына тиетін боламыз. Так, делин жоқ кезде мынаның барлығын бытын шығарып көйді көріп тұр ғой. Так, гриль, бәрін қойып деген. Достар, кухняны бір быт қып тастасам, қалай, наны былай алып тастап, так, наяқтар бір-екі рет тесіп, достар, енді YouTube қауысқа қайтадан келгем, достар, мен кеше ғана, достар, жынатшар Айшоқ кеше ғана мына яқтың бытын шығарып жатыр. Достар, енді, короче, біз мына машинаны бүйтіп абаламыз да, бүйтіп жоқ қып жібереміз. Так, енді мына машинаны жоқ қып жібереміз да, біз қолымызға, короче, ақшалар алып аламыз. Порштың примерно фальшивый ақшаларын бәрін Порштың ақшасындай қылып алып аламыз да, өтірік ақша қылып. Так, енді кіреміз, короче. Айшоққа, в общем, лудама болып кеттім, анау-мынау, в общем, ақша керек болды деп. Айшоқ! Жасап тұр ғой, нормальный компьютер. Айшоқ, жасап тұрмын. Айшоқ, жүрш, отырш, мен саған негізі шынында айтуым керек, Айшоқ. Отырш наяға. Айшоқ, алдында ставка тіктем ғой. Не айтсың? Ана лудаман болып кеттім да, короче, ше. Не ставка? Ойындарға тіккем ғой сондай. Ойын ойнап сол. Қуасың ба? Короче, сол ақшам болма, мен де білесің ғой, машина жоқ, ештеңке жоқ, короче. Тоқта, қандай ставка тігірсің сен? Жай жылға сенікі. Ақша табайын дегем, Айшоқ, короче, не істедім мен? Қадалып қалдым. Бүкіл дүниемді қадалып қалдым. В смысле қадалып қалдым? Енді қадалып қалдым, бірақ қазір қарыздарымнан құтылдым, Аллаға шүкір. Сен сияқты мықты досың бар ғой. Ойнамай енді ондай нәрселерге. Сенің арқаңда, Айшоқ, Айшоқ, сен жөндетеміз енді, пока что не? Сенің компьютерлерің машинаң Порштың ішінде тұрады ғой. Сол ішіндегі компьютермен бірге, сосын сыртындағы Поршпен бірге, в общем, сат жерімді, оның сат жерімді, в общем, алатын адамдарға. Содан кейін ол қарыздарын бәрінен құтылдым да, я. Сол сен сияқты мықты досым бар, ой, мен қуанам сен сияқты мықты досым мен. Машинаға не? Сат жерін, Айшоқ, қарыздарынан құтылу керек болды, Айшоқ құтылу керек болды, шынымен. Айшоқ, шынымен жоқ. Тұрған машинаға қара Порш. Жоқ, жаңа, сол сені әдейі менің компьютерім, сен менің компьютер, қойай. Оның үшінде Айшоқ, мен сенің компьютермен әдейі алдым шақы. Түсіндірем. Істеп тұрған компьютерімді өтірік істеп тұр деп сен алдаулап сат жерімді айтпай сен келіспейтін ғой сатуға Поршыңды, Айшоқ. Ринат. Айшоқ. Қане үшін келіспеймін? Айшоқ, дүние ғой, не болды бір досынан? Дүние 200 лям тұрады ол дүние, білесің ба? 200 миллиона бөлі үште 120 миллион тұрады, гелик аламын. Не болды Айшоқ? Ақшасы ғаны. Ақша жоқ.
Ақшаны ставка қарыздан құтылдым ғой. Қышыған дейм. На креслоны да сата жаңа Айшоқ өтініш ренжімеші. Ақша қайда? Айшоқ жүрші борыш мен саған борыш деп беремін. Саттың ғой сен? Квадроциклға қатысым жоқ қой. Маған Порш емес, маған Порш керек. Бір екеуі бір-ақ арып қой. Порш не, Бош не, сол Бош кеттік. Күліп атқан жоқпын, мұңайып жылап атырмын Айшоқ. Жүрші Айшоқ өтініш ренжіме. Мен өмірге туалет келіп мінчасың Айшоқ енді. Ринат. Басымен Айшоқ. Ринат, 10 жарты сағат уақыт берем. Жарты сағат бойы үйден шықпайын, бөлмеде отыра тұрайын. Жарты сағаттан кейін есіктің алдында машина тұрда, көтіңді айырам, түсіндің бе? Бастабай. Жарты сағат берем, Ринат, серьезно айтып тұрмын. Жарайды енді, не болды еш? Бір дүние үшін тегі Айшоқ сен тоқташы, мен тышып алайыншы. Айшоқ бергеш, мен саған еще тағы бір нәрсе айтуым керек болып тұршы. Айшоқ. Айшоқ комнатаңдамын, кеш Айшоқ. Мына жақтағы тұрған документті байқаған жарсың, жоқ. Мазга, документ кән? Короче, сенің иелігіңдегі бүкіл документна кнопка, күміс кнопканы білесіз ғой, қанша теңге сатып алатын. В общем, соның барлығын документіңді өткізіп, 1-2 күннен алып кетеді Қытайдан. Документ кән? Документті мен сатып жібергем деймін. Қайға сатасың, қуасың ба? Мен қарыздан кіріп кеттім, не істеймін басқа енді? Қандай қарыз, мен кінәлім бен соған? Енді сен менің досымсың ғой, сен маған көмектесуің керек қой. Досың емеспін ал, не ал? Айшоқ ренжімеші, мен. Компьютерін сатсам жарайды мақыл компьютерға. Айшоқ Ана кішкентай квадроцикл сатып жібердің жарайды. Солай болып қалды. Сатып жібердің. Ішінде ақша бер. Бопты жарайды да, машина. Мен документтерім бар, мен одасы жіберейін, иінім жарайды ғой. Айшоқ қайтадан істеп беремін, уайымдамашы. Дамыған заман ғой кез. Тауып бересің. 30 минут уақыт берем, әкел бәрін. Алдыма қойып бер. Жоқ. Ринат. Кешірші Айшоқ. Кешірші Айшоқ. Мен біле түсінші, мен қайтара алмаймын оның бәрін. Уже кетіп қалды оның бәрін, мен қалай қайтарам оларға? Маған 200 миллион теңге қайтадан ақша керек қой. Тиіспе. Ишак. Нишак, неғып тиісіп жатсың мен компьютеріме? Менің компьютерім тиіспесе. Сен компьютерің? Наума компьютер? Мен. Сындырдың ғой. Жайды ештеңе етпейді. 200 миллион теңге. Қайқа кетпей жатыр. Сенде 200 миллион теңге қалды ғой. Жерім мәселеме да. Ойдап айтып жатыр мен. Жүш, мақыл сыртқа жүш. Болды. Сен давлениең көтеріп бара жатыр. Айшоқ тоқта деймін. Мен саған түсіндірем, Айшоқ сыртқа жүр да. Сен мен қоймаған, әкеліп бер тез. Бытшын шығарды оны аяқтың. Қуасың ба ей? Бір Порш документ үшін үйді сындырмайын шығарсың, тұқаусы не қатысы бар бұл жерде? Бол тез. Жаман қояқ. Жүр Айшоқ сыртқа жүр, мақыл, мен саған бүкіл шындықты айтайыншы. Айшоқ, короче, шындықты айтайын. Мен голубоймын. Білем, машина кән. Ойнап айтып жатырмын, мен неғып, ютубқа қосып, неғып жарып, видеоға түсіріп болдым, болдым, міне. Поршың міне, ішінде жаңағы компьютерлерін тұр, квадроцикл, міне. Жылай бермеші, сосын еш, пранк ұстап жатырмын ғой. Документің тұр ана менің комнатамда. Тық қоғам ғой бағын әдейі. Сенің комнатаңда? Мазға мен жарып тастадым ғой сенің комнатаңда. Еба себе, мен комнатамда документтерім тұреді ғой, қалай жарып тастадың сен оны? Кәні, еба! Қайқа қойып едің? Мына шетке? Шкафқа? Еба, Айшоқ. Мен дым кінәм жоқ. Сен өзің жарып тастадың мен комнатамды, шыдамай. Не істейміз? Жарма. Жоқ, мен саған пранк ұстадым ғой Айшоқ үшін. Ойнап айтып жатырмын, документ, мынаның ішінде бәрі. Бірақ ютубқа осы айтып
түгел уайымдама. Бірақ айтып қояйын, мына YouTube қауіпсіз өзің реттейсің. Мен тым кінәм жоқ. Қой жақсы, мен тіліктеріме барып қойдайын қалаға. Мен де қалаға айтпашты, мен Дейлин шақырып еді, машина жуамыз деп қалаға барып қайтатын болдым ғой. Айшоқ, тоқтасайшы. Ренжіп қалдың ба? Жоқ, тоқпас. Видеосыз жүрмін ғой, қайға кетіп баратсың, тоқта. Подписчиктер хотя сәлем десе маған да ренжіп, тоқта демесең, Айшоқ, достар ренжіп қалды маған. Кетіп ба, қалаға кетіп қалды ба. Достар, жаман пранк болды, ойлаңыздаршы, достар, сіздердің өмір бақи жинап жүрген документтерің жоқ, еще 200 миллион тұратын машинаң жоқ, жаман ауыр кетті негізі бүгін Айшоққа ше. Достар, бүгінгі видео ұнаса лайктарыңызды басып арнаға жазуды ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен бірге болған бұл мен Ринат, достар. Давайте.